Сәлем достар, сендермен бірге мен Зоя, және бүгінгі видеода мен жазға арналған 40 идеямен бөлісетін боламын. Бұдан бөлек блокнотты жазға арнап әдемілейтін боламыз. Ендеше көп созбай видеоны бастаймыз. Міне біздің көптен күткен жаз мезгіліміз де келіп жетті. Ура! Енді бізге жазға әрине жоспар құру керек. Және мен сіздерге бүгін 10 емес, 20 емес, 40 идеямен бөлісетін боламын. Яғни жазды құр босқа қызықсыз өткізбеу үшін. Және бұл видео сіздерге қызықты болады деген ойдамын. Бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Және менің каналымда бұдан да қызықты видеолар бар. Ендеше көп созбай видеоны кеттік, бастаймыз. Міне мен блокнотты әдемілеу үшін фломастер мен маркерлерді дайындап алдым. Ең бірінші блокнотымызды алып, оның ең бас жағына June деп жазып алдым. Және оны жаздың атмосферасын беретін түспен, яғни өзіме ұнаған түспен боядым. Міне June деп жазып, оны бояп алғаннан кейін артық карандаштың ізін өшіріп тастадым, яғни әдемі болып көрінуі үшін. Көріп тұрғандарыңыздай мен өзіме ұнайтын түспен Summer деп жазып алдым. Содан кейін көк түсті фломастердің үстінен сарғыш түсті фломастермен бастырдым. Міне дайын болды, бірақ бұл аз болатын секілді, сондықтан мен декоративті скотчтарды алып, қайсы келеді, соны жабыстырамын деп шештім. Міне мен осындай қызғылт түсті скотчты таңдап алдым. Және плюс осындай өздеріңіздің қалауларыңызша әдемілесеңіздер болады, әртүрлі моншақтармен немесе суреттермен. Енді декоративті скотчты алып, қалауларыңызша жабыстырсаңыздар болады. Міне осындай болып, әдемі болып, дайын болып шықты. Енді келесі бетіне біз 40 идеяны жазатын боламыз. Келесі бетіне өткен кезде бізде фломастер немесе маркердің ізі қалып қалса, ол бетті екіге қосып қоямыз, және келесі бетіне біз 40 идеяны жазатын боламыз. Бұл жерде де өздеріңізге ұнаған фломастермен жазатын боламыз. Мен бірнеше түсті таңдап алдым, және қайсы әдемірек көрінеді, сол түспен жазатын боламын. Маған өзім таңдаған 3 түсте ұнады, сол себепті мен 40 санын қызғылт түспен жазамын. Ал қалған сөздерді әртүрлі түспен жазатын боламын. Міне дайын болып қалды, бірақ толығымен емес, біз фломастердің үстінен қара қаламмен бастырып шығамыз.
біз әдемілеп болайын деп қалдық, және де сіздер қолдарыңызға қалам мен блокнотты дайындап қойыңыздар, яғни мен қазір 40 идеямен бөлісетін боламын. Міне осылай әдемі болып шықты, және де сіздер дайын болсаңыздар, мен идеялармен бөлісуді бастаймын. Бірінші, таң атқанын күт. Екінші, өзіңе пайдалы болатын әдетпен айналыс. Үшінші, үйге генеральный уборка жаса. Төртінші, өзіңе керек емес заттарды тазарт. Бесінші, 5 немесе 10 кітап оқы. Алтыншы, 20-30 сериал немесе фильм қара. Жетінші, жаңадан тамақ жасап үйрен. Сегізінші, түні бойы ұйықтама. Тоғызыншы, күні бойы қыдыр. Оныншы, торт немесе пирог пісір. 11. Өзіңе пайдалы болатын тілді үйрен. 12. Таңғы жүгіруге шық. 13. Пикник жаса, спортпен айналыс, сурет сал, отбасыңа күн арна, телефоныңды тазарт, жеке күнделік баста, пицца дайында, жемістен салат жаса, басқа қалаға немесе елге бар, ақша жинап баста, жаңбырдың астында қыдыр, жазға арнап видео жаса, яғни видео түсір, күннің батуын тамашаға, болашаққа хат жаз, жұлдызды аспанға қарап жат, өзіңнің кітабыңды жаз, комикс жаз, өзіңе ұнайтын кофе дайында, мысалы айс американо және тағы басқа. Ең қызығы менің ойымша суатсып ойнау жаздың күні әсіресе. Және де келесісі жаңа жерлерді арала, арбуз же, негізі жаз арбузсыз қызық емес. Бірнеше километр жаяу жүр. 35-ші бетіңе маска жаса, медитация жаса, өзіңнің шын мәнінде не қалайтыныңды жаз. Жазға арнап плейлист дайында, және де гардеробыңды жаңарт. Ең соңғысы, яғни 40-шы бұл бізде тауға шық. Міне достар, мен сіздерге 40 идеямен бөлістім, яғни жазды қалай қызықсыз өткізбеуге болатыны туралы. Және де бұл видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Және де мен сіздерге жазғы демалысты жақсы өткізулеріңізді тілеймін. Ендеше келесі кездескенше.